Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Назерке каналына қош келдіңіздер. Мен бірге Назерке және Мадина. Так, достар, мына жерде техникалық ақаулар болып қалды. Бұл жерде жарты видеоның өзінің озвучкасы жоқ. Сондықтан келесі видеоға аударма жасайық. Тогда енді Мадина, сен осы сұрақтардан біреуін аларсың. Ал. Біреуін ал. Неғып көрсет сосын камераға. Қайсы оқ берейін. Позор болған кезің. Айта. Айта алмай елім. Мен алдында зат не общежитиеда келгенде зат мама екеуміз жоғарыдағы менің нағашы әжем бар. Сол жұмыс істейміз 119 жақтан. Сол кезінде ана зат общежитиеға барады қой. Ол кезде тамақ алады қой, дейсің бе үйге. Сол кезінде баратырғанда мен мама алдымда келеді. Мен деген тоқта деп қарға аяғым батып кетіп бір құладым, содан мыналар күлді ғой. Ана кез бар? Иә. Субботадағы ма? Короче, менде мен есіме түсіріп алайын. Есіме түспей жатыр, мен позор болған кезім. Қарадым. Бір рет бізде алдында қар жіпті, қалың болып, аздап қалыңдау. Сосын біз далаға шығамыз, Жансая, мен. Сол кезде, короче, жер тайғақ болады, кәдімгі топырақтың өзі тайғақ болып тұр да. Өйткені жаңбыр мен жел бірге соғылған, олар қатып қалады. Жаңбыр жауады, жел соғады, уже қатырып тастайды. Солай болған. Успех Жансая өліп қалайды, ана тайғанақта. Мен де өліп қалайын. То есть, айтпайын қазір енді өліп қалсы маған күледі. Мен күлдім уже. Айтады ғой, күлме досқа келер басқа деген сияқты. Осына Жансая сөйтіп кетеді. Сосын мен де сөйтіп жерге қарап кетіп, өзімді қадағалап та. Ол кезде мен кормен, то есть, кәдімгідей ауырып қалдым, грипп болып, жаймен бүйтіп келе жатсам, енді Назерке маған Жансая қарап қойды, Жансая қарап қалғанда уже сразу директор өліп қалдым ғой. Позор болған сол шығар менде. Болды. Кәдімгідей. Все араластырыңдар. На. Один. Адасып кеткен кез. Короче, бұл қызық оқиға. Смотрите, мен көбінесе базарға барғанда, яғни мама мен Мадинамен барғанда, енді Сарбазар дейік, Шахтудағы Сарбазарға кіріп батқанда уже. То есть, Сарбазар деп 22-ші базарға кіріп батқанда, заттар тұрады, қызығасын, детский заттар, розовый заттар, мен көбінесе розовый, қара деген заттар жаман қызығам. Сөйтіп кетіп қатсам, артынан бір очкилер көзікті. Бет очки бет қарап қалдым. Бет артына қарап кетіп баттым, сол очки бет қарап қалсам, уже мама жоқ. Маманы таба алмайым, мама қайда деп. Сол кезде мен телефонымда жоқ. Телефонымда да жоқ, машинада қалып қалған ғой. Сөйтіп жүремін, короче. Сөйтіп жүрем, маманы таба алмайым. Бір күні, ол кезде уже жаз дала. Сосын шөлдеп кетем қатты. Сосын бүйтіп істеп жатсам, бір әйел тұр, қасында қызы бар. Мадина ұқсайды қызы. Ойлап қалдым, мама емес па? Жоқ, орысқа ұқсайды, что-то тұры деймін да. Сосын бүйтіп қарадым, бүйтіп істедім де.
Бүйттім артынан. И сөйтсем біздің мама, когда я будет, мен оны көрмегенде мен адасып кететін едім уже. Құдай жіберіп тұр десек те болады. Мама, сосын енді бір жылап алдым мен. То есть, қорыққаннан жылап алдым. Ну, когда солай. Ойнасай. Енді давай, Мадина айтсын, жаңа айтып отқанда уже техникалық ақаулар болып қалды, кешірім өтінемін. Мен Дана деген бір супермаркет бар, Ақтауда ол кезінде, ол іші кең болған. Сол кезінде, короче, маған қызықтар алып жатырды. Мен андай зат далаға шықтым. Ол кезінде андай зат не болды ғой? Жетаяға? Андай не. Ол кезінде жаз болды. Сол кезінде ішіне ысырап кетіп, ана ішіне тоғылтап жүр адамдар ысылап далаға шығып, ана зат бар ғой, ананың артында сол жерге шығып отырып, кішкене маманы күтіп отыр. Сол кезінде қайта супермаркетке кіріп едім, мама жоқ, қайдасың? Өздері жүрмін маманы. Мама деп көзімді жасауға жатырмын. Баратырмын, ешкім жоқ. Дәу адамдар жүр ғой, сол мама деп ойлап қалып, бара бердім. Өзі бірақ еркек болып шықты. Бара бердім. Білесің, мен нан сататын жер. Сол жерде бір мамаға ұқсайтын бір фигурадағы адам бар ғой, білесің. Сол тұр. Мама, күн деп ойлап тұрып. Түйтсем ол ұрсат шығар деп қорқып жылап тұрып. Ана шетке барып кішкене жыладым, мама деп. Бітті ғой барлығы, жылап отырдым да. Өткізіп атырды қандай заттан. Касса. Касса. Үшінші касса ма? Содан. Короче, есімде жоқ. Сол кезінде өткізіп атырды. Сол шығатын кезде. Манағайын, мама деп қарап атыр. Манағайын қайды бет. Сол мама келін ғой, мен шошып. Жылап еңіреп қалдым ғой. Еще тұрмас деп қойылды. Шын ғой ең өзі. Қалда бізде үшеу қалды. Ма төртеу. Ой. Мен жауап беремін да. Сен ба. Никес. Ашума тимеш өзінем, Құдай үшін, прошу тебя, слава Бога, Құдайдың құдіреті, слава Бога, жыныма тимеш. Кес. Мен айтам оқыныш. Мен? Так. Тамақ пісіріп көрген кез. Тамақ пісіре алмаймын. Шындықты айт. Валлахи, тамақ пісіре алмаймын. Мен тамақ пісіріп біле аламын. Пісіріп білем, бірақ та мен қолымды күйдіріп аламын деп қорқамын. Ну, когда я буду осы неден қорқамын. И мен бұл қорқынышымды жеңдім, бірақ та мен сендерге айтарым. Бірдеңеден қорқар кезінде оның анығын біліп алу керек. Мысалға мен енді Майданың сіңлісі болады. Мен бірақ Майданың мінезінен қорқамын дейді, да? Бірақ та оның алдын алуымыз керек. Мысалға бір несі. Солай. Бірдеңе қорқар кезде оның алдын алу керек. Ну, когда не будет. Мен бірінші тамақ пісіріп көрген кезінде пісіргенмін, но күйдіріп алдым. И оның тұзын салмағам. Күйдіріп алып, тұзын салмағам ғой. Оның өз жұмыртқа біліп өтсіңдер. Мен жасай алашым тамағым 5 бармақ деп барым өтпесеш. Оны езінен еліп береді. Самса пісіріп береді. Мен таңдаймын ғой. Пісіргісі келмейді өзі. Бұл уақытында пісіреді, өйткені андай пісіреді. Мадина! Иттен қашқан кез, короче, успейте такою. Мен иттен негізі көбінесе қашам. Қорқам иттен. Қайтам. Оның бірі менің кішкентай кезінде болған. Мен барлық жерлерде айтам. Мен иттен қорқамын. Солай. Мен көп достарыма да айтамын. Мен иттен қорқамын деп. Мен айтайын, мен қалай қорқамын.
Мен кішкентай кезімде бір 7 жасымда майдамен жасты кезінде, короче, жерде әжемен жүремін. Әжемен жүргенде, короче, әжеге мен ренжіп қаламын. Өйткені әже мені дүкенге апармайды сол кезде. Сосын жерге отырып алам, үйдің дәл алдында жерге отырып алам. Мына құм болады ғой жер, бүйтіп отырып аламын да, құмын барын жинап отқанда, бірден тұрады, біреудің көңілеңкес. Бүйтіп қарасаң, осы мама үйге қарай жүгірдім ғой. Анам артынан қуып, мына жағымды бүйтіп ұстап алып. Сосын мен қорқып кеттім. Мынау бізде көрші бар. Соның көршінің келіні бізді құтқарып қалды. Қуып жіберді итті. Мен сен ғой? Мен қуып жіберді итті. Мен ана жерде жүрегім дүрсілдеп, қорқып атым, дірілдеп. Қайта мен тырнап алған жоқ, тырналысы қазір мына жақта тыртық тұра береді. Тырнайтындай олмысы емес қой. Тістеп алмаса деген. Ой, тістеп алмаса деген ғой. Қалай солай. Майда сен айт. Мен ана тістемейтін иттен қорқамын мен. Дейсің бе, тістемейтін иттен қорқамын мен. Чуть-чуть қорқамын. Мен қорқатым тек түйе ғой. Алдындар. Рашын апа мен Расулданға баратырдым. Ал кезінде ойнауға баратырдым. Сол кезінде алдынан бір штук, бір ит шықты. Артына ет бар, қорқып. Мама, бірақ енді қасына кеуіп, өтірік қасынан кетіп батыр. Тасында пұтық деп, ана ит деген кетіп қалды. Бірақ тістейін деп атыр ма, бір күн көтейін тістеп алама деп қорқып кеттім. Өлі тістейді отыр, адамға дейтін жоқтаған. Сосын? Сосын, ағайын атжағына баратырған биттім ғой. Үндегім ғой. Бүйтіп қатты ошы. Мен ғой. Біз үйді пепси бар, жаңа күні қарағанбыз, содан қалған. Пепси ғой. Аға екіміз арнайы алып келдік қой. Мен үшін. Наурызламасын ішеді. Так, жаман бояған кез. Боянған кез. Есімде! Айт? Айтса. Ойне. Бір бояған айта берейін бә? Бір бояғаны. Айта бер. Қарықтым. Айттым ма бояған дайын деп. Айттым. Келісімді бере салдым. Осындай отырғыздым. Аузымды ернім жақсылап бояп келе отырғанды. Краска атты да көп краска. Шермен аяғымды бояп отыр. Қарасам түгел жем бояп Қызыл қара свет қой, көк емес. Ой, қара. Соған бояп бір қызға көрсеткен. Шетпас. Сосын ағам күліп тұр. Сосын шығып кетті. Өте күлейімді ше. Сол кезінде қатты алып әжеге айтып бердім. Ну, понятно. Бұныкі енді ужасно. Я смотришь. Мына мен, мысалға... Еще. Мына мен ұйықтап отырған ауызды бүйтіп бояп тастап ұйықтап отырмын. Бақ. Түнде менді киімді алып, аузын бояп тастадым ғой. Қойшы, жылап жатсың ба? Күліп жатсың ба? Жылап жатырмын. Давай-ка. Ну, смотришь, как... Мен мысалға... Мен мысалға жаңа боянған кезім. Мен, как смотришь на меня, если... Ну, мен орысша қатты емеспін, но поэтому орысшаны үйреніп жүрмін. Мен айтайын сендерге. Мен білек TikTok'тан видео қарап отырдым. Боянып отырмын еще қасында емес, кірпігімді бояп отырсам, бір видео көріп қалам. Әсерлі видео ше.
білмеймін жүрекке алып баратындай видео көрсетеді. Мен туш жағып жатыр өйтіп көзімнен жас шығып кетеді, тушпен бірге ағады өйтіп. У меня уже ты смотришь на меня десем, кажется, сондай болады. Қызғаныш болады. Сосын мен өліп келемін ана туштан кейін. Сосын успехмен содан кейін ондай қылып қоянбайтын болдым. Ана туштен көзіме қатты ағып кеткен ғой. Так, менде біреу қалды, енді мен ашамын, мен бірінші мен айтамын. Құлаған кезі. Құлаған кезіміз. Айтайық. Мен айтасын айтайын. Мен ана мұз кезінде тасты жерде мұз кезінде келе жатырдым. Сол кезінде жазға бара жатырдық. Нан алатын кезде сол кезде бара жатырғанда мұздың үстіне бұрғыладым көзбен. Сосын өліп қалады. Сосын, короче, өліп қалды. аяқладым. Мен мысалға, короче, жер тайғақ ол кезде бізде көбінесе жер тайғақ болады. Жер тайғақ Ол болады. кезінде еще қар жауыпты деп. Жер тайғақ болады. Сол кезде мен, короче, не істеймін? Сол кезде, короче, мен бүйтіп кәдімгідей қыдырып кетіп жатырмын, бүйтіп аяғым жерге тигізіп, сосын өліп қалайын. Сосын кәдімгідей ішім ауырады бар ғой. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Всем пока.